Баршаңызға сәлем, біздің Ақтастархан YouTube арнасының көрермендері. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа 2024 жылға біздің ең алғашқы рецептімізді қабыл алыңыздар. Ол әрине қызылша салаты. Бұл салаттың ерекшелігін қазір видео соңына дейін біліп алатын боласыздар. Құрамына керек заттар: қызылша, алма, жұмыртқа, анар, консервіленген жүгері және майонез қажет болады. Дәмі енді өте сөзсіз супер деп айтсам болады. Міндетті түрде жасап қана дәмін көре аласыздар. Ең алдымен қызылшамызды дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп теркамыздан, яғни күштен өткізіп алатын боламыз. Міне дәл осылай дайын болды. Одан соң жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызды 4 бұрышты етіп бөліктерге бөліп аламыз. Нағыз құрамы белокқа бай, құрамы витаминге бай, таптырмас нағыз витаминді салат. Арықтау кезеңінде беймарал жей берсеңіздер болады. Түскі асқа, кешкі асқа, тіпті таңғы асқа да жей берсеңіздер өте дәмді. Бір отырғаннан желініп кететін салат деп айтсам болады. Міне жұмыртқамызды салып алдық. Енді одан соң бізге бір алма қажет болады. Алманы да дәл осылай жұмыртқа секілді 4 бұрышты етіп бөліктерге бөліп, оны да турап алатын боламыз. Үйдегі бар қарапайым заттар. Артық анау соус керек, мынау керек деп отырудың қажет жоқ. Күнделікті балаларыңызға немесе қонақ келіп қалса жасай берсеңіз өте дәмді салат. Міне алманы да турап алдық. Енді оны да үстіне қосып алатын боламыз. Одан соң аздап анар қажет болады. Егер анар көбірек болса, әрине көп қоса берсеңіздер болады. Және консервіленген жүгері міндетті түрде қосыңыздар. Себебі оның жүгерінің өзінің бір ерекше дәмі бар. Міне жүгері қатты ұнайтын болғандықтан мен шамалы көптеу қостым. Себебі салатқа шынымен де жақсы дәм беріп тұрады. Және майонез, бұл жерде майонездің проценті аз, яғни 27%-дық көкөніс салаттарына арналған арнайы майонез дүкендерде бар. Және үстіне аздап жаңғақ қосып жіберсеңіздер енді дәмі супер болады, точно. Жаңғақты осылай майда етіп бөліктерге бөліп үстіне қосып жібересіздер. Білесіздер, негізі салат жасайтын кісілер біледі ғой, жаңғақтың ерекше дәмі салатта қалай көрінетіндігін. Дәл енді осыны жақсылап біркелкі етіп араластырып шығамыз. Міне әп-сәтте дайын болды. Қызылшаңыз қайнатылған дайын болса болды. Жұмыртқасымен бірге қалған заттарды турайсызды дастарханға бірден тарта бересіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және біздің Ақтастархан YouTube арнасына тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі біздің Ақтастархан YouTube арнасынан сіздер үй жағдайында қарапайым дәмді ас әзірлеуді үйренетін боласыздар. Дәл біздің арнамыздан осы қызылшадан жасалатын бірнеше қайнатып та қайнатпай да жасалатын салат түрлерімен таныс боласыздар. Міндетті түрде ол үшін арнамызға тіркеліп алыңыздар. Міне дайын болған салаттарымызды осылай ыдыстарымызға салып, дастарханға беймарал тарта берсек болады. Кішкентай балаларыңызға осылай қызылшадан салат беріңіздер. Өйткені қызылша білесіздер, қан көбейтуге өте көп септігін тигізетін нағыз витаминге бай көкөніс болып табылады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал ас болсын!